2025 жылы Атырау облысында 9700-ге жоқ егін егу жоспарланған. Қазірге дейін 4000 гектар алқапқа көкөніс, мал азығы, картоп және бақша дақылдары егілді. Жоспар 2024 жылмен салыстырғанда 2 есе артқан. Атырау облысы бойынша ағымдағы жылы 9653 гектарға егін егу жоспарланып, күні бүгінге егістік жұмыстар басталды. Көп бөлігі Махамбет ауданы, Индер ауданы және Атырау қаласы, басым бөлігі Махамбет ауданына көзделген. Қазір таңда шаруа қожалықтар егістік алқаптарын жұмыстарын қарқынды жүріп жатыр. Картоп, жуа, пияз, қияр, бақша өнімдері егіліп жатыр. Шаруа қожалықтар су үнемдеу технология қолданып, өз өнімдерін жақсы көрсеткіште алып жатыр. Егістік науқаны маусым айының 10-15-теріне дейін созылатын болады.